Жыл басынан бастап Түркістан қаласында жедел басқару орталығының бейнебақылау камералары арқылы жаяу жүргіншілердің белгіленбеген орындардан өтуінің 900-ден астам жайты тіркелді. Аталған жайттер бойынша әкімшілік кодексінің 615 бабы 1 бөлігіне сәйкес, яғни 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде хаттамалар рәсімделді. Құрметті қала тұрғындары және ата-аналар, оқу жылы басталуына байланысты жол қауіпсіздігінің алдын алу мақсатында ұл-қыздарыңызға жолдың тек белгіленген орындарынан өтуі туралы күнделікті ескерту жұмыстарын жүргізуді сұраймыз.